Кезінде мына кісі военкоматта істеген, алма сатып базарда осындай жаңағыдай Шәріпбаевтың алдында жұмыс істемеген, кезінде повесткасымен таратып берген мына кісінің. Енді Шәріпбаев Руслан осы кісіні жұмысқа алыпты, міне қағаздарын турлап жатыр поликлиника мына баланы. Мына масқара сұмдық енді, алаулаушылық дегенше, Құдайдан қорықпайды екенсің Шәріпбаев, Алладан ал жазаңды. Мен шырылдап тұрып 100 повестканы таратып неғанда үстімнен қатынас хат беріп, бүкіл әкімге, бүкіл райсобезге масқарамды шығарып ең, ешкімді алып атқан жоқпын деп өтірік айтып, мен мынау не мынау? Мынау масқара ғой, сұмдық қой, адам алала, Құдай алаласын сені. Сен мына Шәріпбаев, ана кімнің кезінде мен жұмысқа алып еді 3 айға, ал мені жаңағы үстімнен қатынас хат беріп жұмыс істесем де алма сатып жүргендерге жұмыс беріп отырсын. Алладан аналарында сотталып кетті ғой, мен кеше естідім. Жаңа пропискадан шығарамыз деп военкоматтан 5000 теңге неғылып. Оның барлығы қаладан бастап кетіпті ғой. В общем бар ғой, адамның жақсылығын білмейтін сондай жаңа военкомат деген мекеме сондай осындай болып отыр ғой енді. Енді мынау қазір көріп отырсыздар телевизордан қаншама бала қайтыс болып келіп жатыр, кеше аналардың көтерілісі жатыр. Осындайдан көтеріліс болады ғой, міне. Осындай әділетсіздіктен көтеріліс болады. Мынау жаңа қорғаныс министрінің назарына ұсынамын. Мына реттеңіз, мынау Шәріпбаевқа заң аясында шара көріп сұраймын. Адамды алалап, мені осындай қылып жаңағыдай жұмыстан шығарып жүрген 100 повестка таратып күніге өлейін деп жүрсем де, еңбегімді еш қылып менің үстімнен қатынас хат беріп, міне менің рұқсатымсыз берді қатынас хатты. Міне поликлиникаға, сосын жаңа неге жаңағы военкоматқа, мына областной, міне. Алладан ал жазаңды, міне. Алладан ал. Алладан үлкен ешкім жоқ.